бұрын енді 19 түрлі болды, 31-ге көбейді. Сол 31-ге көбеюіне не себепші болды? Енді бұл бағасына байланысты ма, жоқ әлде халықтың ұсынысы ма? Әлеуметтік маңызы бар тағамдардың негізгі тізімін тарту мемлекеттік органның шешімімен қабылданады, яғни солардың бұйрығымен. Бұл процесс осы кәсіпкерлермен де, осы кәсіпкерлердің салалық ассоциацияларымен де бірлесіп отырып, бір тауарлардың өсу деңгейін, олардың арасындағы жаңағы нені көреді. Жалпы бізде әрбір тауарды бағасын анықтаудың мысалға 2-3 жолы бар деп айтуға болады. Біріншісі, яғни мониторинг жасаймыз. Сосын әрбір жерде салыстырмалы түрде олардың көтерме бағасымен бөлшек саудада бағасын әрбір дүкенде көргенде, немесе оларды әрбір көтерме жеткізушіден көргеннен анықтап, сол жерде қандай да бір жаңағы құқық бұзушылықтар болуы мүмкін, соларды ажыратамыз. Екіншісі, ол әрине қандай да бір арыз түскен жағдайда соны жаңағы тереңдете зерттей отырып, қай жақтан әкелінген құжаттарының қаншадан алып, қаншадан сатып, ортасындағы пайыздық мөлшерлемесін шығарамыз. Үшіншісі, ол тергеп тексеру комиссиясы, яғни біздер оларды қай жерден келіп жатыр, олардың электрондық счет фактуралары арқылы қайда сатты, қаншадан әкелді деп осы жерден көре аламыз. Сол жұмыстардың нәтижесінде қазіргі таңда импорттық үлесі, өндіріс үлесі жоғары, қолданылуы, яғни тұтыну көлемі жоғары тағамдарды алып, осының мысалы халықтың жиі пайдаланатын тамақтарының қатарын ұлғайтылды. Яғни бұл күнделікті тұтыну көлемінің ұлғаюына, мысалы жемістердің түр-түрі көп, бірақ соның ішінде ең жоғары өсіп тұрған мысалы алма. Картоп, морковь өнімдерімен мысалы салыстыратын болсақ, ол басқа көкөністермен салыстырмалы түрде ол тұрақты күнделікті пайдаланып тұтынуда жоғары. Кәсіпкерлерде кішкене басқаша бағытта оны түсінеді, әлеуметтік маңызы бар деген, яғни ол тұрақты адамдардың тұтынып отырғаны, тұрақты қажеттілікті талап етіп отырған тағамдар, яғни ол ең арзан тауарды алып қойып, осы әлеуметтік маңызды емес бұл жерде. Бұл жерде осы түріне қарай бөлінеді. Жылқы еті кіреді, қой еті кіреді, сосын жаңағы сиыр етінің, сүйексіз сиыр еті көрінетін, мысалға сиыр етінің тек қана алған төс ет бөлімі, жауырын еттері кіретін болса, ол былайша қарағанда бір бүтін сиыр етінің мысалы 5-тен 1 бөлігі. Ал қазіргі таңда ол сүйексіз сиыр еті де, фарш өнімдері де соған кіретін болып жатыр. Бұл жатырған өнімдер әзірге біздер тек қана түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Бүгін қабылданған заңның өзі барлығына бірдей жетіп жатыр ма жоқ па, сондықтан әзірге бұл түсіндіру, осы жерде анықтап, маңызды бір фактор. Өзге облыстармен мысалға салыстырғанда, жаңа қандасым басында айтып кетті, Маңғыстау өңірі неге қымбат деген сияқты. Бұл жерде тауарды алған бағасы мен сатылу бағасына қарай негізі бұл заңды қолданады. Міндетті түрде мысалға бір жоғары солтүстік облыстарда 2000 теңге тұрады, бізде неге 3000 теңге тұрады, осының арасында мысалға 15% жоқ деген сияқты сұрақтар келеді. Сондықтан бұл жеткізілуі бар, табиғи ерекшеліктері осыған көп әсер етеді. Қызанақтың өзіңіз білесіз, бағасы қазір қанша теңге екен? Енді айта кететін болсақ, 300-ден төмен жоқ па? Ертеңгі таңда осыны біз қалай төменге түсіріп аламыз бағасын? Әлеуметтік маңызы бар тағамдардың басты мақсаты енді бағаны тежеу. Бірақ енді ол жаңағы келу бағасы, өндіріс көлемі, соған кеткен шығындар, оны жаңағы ұстап, сақтау, тасымалдаудың барлық шығындарымен қосып есептеп, оны мысалға 2 есе, 3 есе бағасын қоспау жағын ең бірінші қадағаланады. Ал енді төмендету жағы қандай да бір, өздеріңіз білесіздер, Маңғыстау облысы дейтін біріншіден ол өндірістік өлке, табиғи ерекшелігіміз бар, жерасты тұщы сулары өте аз көлемде болғандықтан, енді бұл жерде жылыжай бағытын дамыту бағытында жұмыстар жүргізілу керек. Сонымен қатар ол әлеуметтік тауар, маңызы бар тауарлардың қатарына кіргеннен кейін бізде тұрақтандыру қорының механизмі қолданылатын. Яғни күрт өсіп кетпеу керек, немесе тауарлық полкіде жоқ болып кетпеу жақтарын бақылап отырады. Тұрақтандыру қорындағы тауарларды шығарумен біз бәсекелестікті оятамыз. Бәсекелестік бар жерде нарық өзі бағаны реттейді. Егін егетін адамдарға жеріміз әзір ме беруге? Біраз кәсіпкердің де, кәсіп бастайын деп жүрген адамның да көкейінде жүрген сұрақ өте, жаңағы жер телімдері жетпей, біреулерде мысалға жері бар, оны алып барып не жұмысты жүргізбейді, не пайдаланбайды, не біреуге бермейді деген сияқты. Жалпы егер қандай да бір инвестициялық жобаны іске асыратын болса, оған нақты жұмыс жасауға әзір, қолдан келетін нақты өзінің көзқарасы бар адамға тікелей мүмкіндік бар. Яғни жерді міндетті түрде береді. Себебі бізде өңір басшысының өзі осы қандай да бір жүріп жатқан инвестициялық жобалар бойынша, егер ол нақты шынайы жоба болса, шынайы көзқарас болса, соны істей алатын мүмкіндіктері бар адамдармен тіке жұмыстан отыр. Жоспармен келетін азаматтар да бар. Осыншама затқа жетпейді, мынадай жоқ деген, мен осындай жұмыстарды істеймін дейді, не былай қарасаңыз, не көзқарас жоқ, не ол бағытта өзінің тәжірибесі жоқ, ауылдай аузына, салудай аузына деген көзқараспен келіп, мен мына жерге істеймін деп едім, бұл айтсам мына жерге істеймін деп едім деген, ол да енді бір жағынан келісіңкіремейтін бағыт. Биыл мысалға өткен жылы Маңғыстау өлкесінен алғашқы сәбіздерді өндіріп алды. Оларға қолдау ретінде осы мемлекеттік тұрақтандыру қорына
сатып алдық. Яғни ол бір өнім шығарды, біз толықтай оны сатып алған болатынбыз.